Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Менің аты жөнім Қосжанова Тұрсынгүл Төлепқызы. Мен Ақтау қаласындағы нөмірі 31 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін сіздердің назарларыңызға КМЖ туралы өзімнің тәжірибеммен бөліскім келеді. КМЖ мұғалімнің шеберлігінің картасы деген тақырыппен сіздерге мынандай үш сұрақ төңірегінде өз тәжірибеммен бөлісемін. Бірінші, КМЖ бойынша маған әріптестерден келіп түскен сұрақтардың ең көп қайталанған 5-6-ын сұрыптап алдым, соған жауап беремін. Екінші, КМЖ құрастырудың алгоритмін түсіндіремін. Үшінші, 5 минуттық КМЖ деген кең тараған әдіс бар, соның сәл өңделген түрін сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын. Күнтізбелік жоспарда көрсетілген барлық мақсатты қамту міндетті ме деген сұрақ көп қойылды. Ол жерде 4 мақсат, 3 мақсат көрсетіледі ғой, енді кейбір қиын мақсаттар болады. Бұл жерде оның барлығын алу міндетті деп бізге тренерлермен байланысқанда айтты. Біз мына Ақтау педагогикалық шеберлік орталығының тренерлерімен байланыстық. 7 мен 18 сәуір аралығында қала бойынша зерделеуге шыққанмын. Сонда осы КМЖ бойынша қойылған сұрақтар. Себебі сіз мақсатты игермей қалсаңыз болмайды. 4 мақсат сізге төртеуін игеру керек деп тұр. Сіз оны игеруіңіз керек екен. Бұл жартысын меңгертіп, жартысын меңгертпейді деген сөз, жұмысты жартысынан тастап кетті деген сөз дейді. Баланың білімі толық болмай қалды деген мағынаны білдіреді. Және байқасаңыз, күнтізбелік жоспардың алғашқы бетінде мөр тұр ғой, мектептің мөрі. Демек, ол қатаң есептегі құжаттардың есебіне кіретін болар. Мөр тұрғаннан кейін ол жерде ол өзгертілуге жатпайтын соңғы нұсқалар болып есептеледі деп бізге солай жауап берді. Демек, барлық мақсатты қамтисыз. Екінші сұрақ. Көптеген КМЖ-ларда тәрбиенің құндылығын енгізген, тәрбиенің құндылығын сабақ жоспарына енгізу керек пе, керек емес пе деген сұрақ болды. Бұл енді тәрбие деген өз алдына бөлек қазіргі кезде, әлі сабаққа қосылған жоқ, жалпы сабаққа қосылады деп жатыр ғой. Бірақ әлі қосылған жоқ. Сондықтан тәрбиенің құндылығын биылша сабақ жоспарына енгізбейміз деп жауап алдық. Оны енгізбесеңіздер болады. Жалпы сабақтың өзінің құндылығы болады ғой. Үшінші сұрақ. Жас мамандардан болды. Бізге КМЖ-ны қолмен жазыңдар деп жатыр. Электронды нұсқасы не үшін деген сұрақтар туды. Енді олардың электронды нұсқаларын қараған кезде олар интернеттегі Ләззат деген әріптестің КМЖ-сын ұстап жүр екен да. Бұл КМЖ-лар оның жас маманның өмірлік ұстанымына, жаңағы әдістемесіне кішкене келіңкіремейді. Ол енді Ләззат деген тәжірибелі ұстаз болуы мүмкін. Жас маман оның қолданған әдістерін, стратегияларын түсінбейді. Сондықтан барлығымыз да КМЖ-ны қолмен жаздық кезінде. Сол қолмен жазғанның арқасында сабағымызды сапалы беруге тырыстық, және есіңде қалады ғой қолмен жазсаң, солай ғой, иә? Сондықтан электронды нұсқасын қолданыңыздар, бірақ өзіңіздің жазғаныңыз болғаны дұрыс. Өзіңіз жадыңыздан, өзіңіздің маңдай теріңізбен, еңбегіңізбен жазылған жақсы. Біреудің дайын КМЖ-сын алғаннан гөрі. Енді электронды нұсқаны ұстауға шеберлер мен зерттеушілерге рұқсат берілген деп естідік, бірақ оның нақты жазылған жерін, дәлелін, бұйрығын мен таппадым. Жалпы мектепішілік әдістемелік бірлестікте осы КМЖ-ны қанша жыл санаты бар, қандай санаты бар, қанша жыл еңбек өтілі бар адамдар жазу керек, электронды нұсқасын кімдер қолдану керек деген сұрақты шешіп алса, бұйрығын шығарса, зерделеу келсін, басқа тексерулер келсін, дау болмайды деп ойлаймын. Төртінші сұрақ. Қыздар, менің даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Төртінші сұрақ. Жұлдызшамен тұрған оқу мақсаты туралы айтасыз ба деді. Жұлдызшамен тұрған ол таңдауға болатын мақсаттар. Мысалы, сіз біріккен сөз деген тақырып өтіп жатсыз да, мына жерде мен көрсетіп қойдым. Сіз біріккен сөз деген тақырыпты өтіп жатсаңыз, мына жерде күрделі сөзге жатады ғой енді ол. Күрделі сөздердің түрлерін, соның ішінде мына біріккен сөздерді ажырата алады деп алсаңыз болады. Егер сіз қос сөз деген тақырыпты өтіп жатсаңыз, сізге біріккен сөз бен қысқарған сөздің қажеті жоқ. Сіз өзіңіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес қос сөзді ғана аласыз. Қысқарған сөзді өтіп жатсаңыз, алдыңғы екі сөз қажет болмайды, тек қана қысқарған сөзді аласыз. Бұл жақшаның ішіндегі мына терминдердің тиістісін таңдап алады деген мағынаны білдіреді. Түсіндіңіздер ғой? Егер қайталау болатын болса сабағыңыз, немесе бұжып алып жатқан болсаңыз, онда бұл барлығында аласыз. Ал былай жай қарапайым сабақ болса, бір терминді таңдайсыз.
Енді бесінші сұрақ, өзіңіздің қымызыңызды көрсек бола ма, басқа бір сәтті құрылған қымызды көрсек бола ма деп осындай сұрады. Енді мен қазір бір қымызына сіздерге ұсынамын осыдан кейін. Сосын алтыншы сұрақ, көптеген ұстаздардың осы қиналып жүргені бағалау. Математикада мысалы бағалау 10 балдан асып кетіп тұр, не істейін дейді. Мысалы мен математикада теңдеу шығартамын дейді, иә, 6 бал алады. Мәселе есеп шығартам, 8 бал алады дейді. Сосын амалдарды орындауды шығартам, мысалы 7 бал дейді. 10 балдан асып кетті, мен бұны қалай бағалаймын деп жас мамандар қиналып тұр да. Мен бұл сұрақты қызылмен белгілеп қойған себебім, мен қазір сіздерге қымызыны көрсетемін, содан кейін мен осы сұраққа қайтадан айналып келем. Сол үшін мен бұны қызылмен белгілеп қойдым. Көп қайталанған сұрақтар осылар болды. Егер өздеріңіздің де маған қоятын сұрақтарыңыз болса, зумның уақыты аяқталуға жақындағанда уақыт қалдырармын. Сол кезде сұраймыз. Жауап береміз дегенім ғой. Енді мынау қымызы құрастырудың алгоритмі. Бұл қымызы ең бірінші 130-шы бұйрықпен бекітілді. Онда ол кездегі терминдер қазір жоқ. Қазір біз 382-ші бұйрықпен толықтырылған нұсқасын ұстап жүрміз. Артық сөздердің барлығы қысқарды, мұғалімге жұмыс жасауға артық мәліметтері жоқ. Сақадай сай қымызы шықты деп есептейміз. Енді мына жерде төменге назар аударсаңыз, еббқ сипаттамасы деген жазуды көріп тұрсыздар. Бұны бізге осы мына Ақтау педагогикалық шеберлік орталығының тренері Қайрат Қыпшақбайұлы айтты. Осы еббқ сипаттамасын қосу туралы Алтынсаринде ұсыныс болып жатыр. Бұл әлі бекітіліп шыққан жоқ, бірақ сонда да қосып еббқ-ның диагнозын мына жерге жазып қойыңыздар деген ұсыныс айтты. Сонымен келесі оқу жылында осы нұсқада осы еббқ сипаттамасы бар түрі ұсынылатын шығар деп ойлап отырмыз. Енді назар аударсаңыз, мына жерде 3 оқу мақсаты берілген. Мынау бірінші сыныптың математикасының мақсаты көріп тұрсаңыздар. Міне, бірінші мақсат бойынша оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары У деген тұйық етістікпен аяқталған барлығымыз білеміз. Ал сабақ мақсатында оны біз күтілетін нәтижеге қарай бағыттап, немесе баланың іс-әрекетіне бағыттап, келер шақтағы етістікке айналдырамыз. Мына жерде жасау болса, мына жерде жасайды. Мына жерде пайдалану болса, мына жерде пайдаланады. Оқу мақсатында түсіндіру деп тұрса, мына жерде түсіндіреді деп солай аламыз екен. Енді мына жерде тағы да көріп тұрсаңыздар, екінші тұрған мақсат жұлдызшалы мақсат. Бұл жерде заттардың орналасуын, ара қашықтығын, бағытын анықтайтын терминдерді пайдалану деп берілген. Мұғалім заттардың орналасуын анықтайтын терминдерді пайдалануды таңдаған. Жалпы мен байқағаным, кейбір ұстаздар ортақ тақырыппен бөлімді шатастырып қойған. Бөлімге де тағам мен сусын деп жазып қойған. Енді математикада бөлімдер деген 5 бөлім бар ғой. Сандар мен шамалар, алгебра элементтері, геометрия элементтері, жиындар, логика элементтері және математикалық модельдеу деген. Сондықтан бөлімді білуіміз керек, оны жазып қоюыңыз керек бір жеріңізге, бір неге, өзіңіздің блокнотыңызға. Енді барлығымыз да сабақ мақсатын шығара алатын шығармыз деп ойлаймын. Ең оңайы мына жердегі оқу мақсатын сол күйінде алып, соңғы етістігін ғана өзгерте қойсаңыз оңай болады. Мына жұлдызшалы мақсаттарға ғана назар аудару керек. Сосын бір күрделі мақсаттар болады. Мына 2-3 құрмалас сөйлемнен құралған. Оларды бөліп 2 мақсат қылуға болады. Ол көбінесе енді 3-4 сыныптардың математикаларында кездеседі. Сонымен ортақ тақырыппен бөлімді шатастыруға болмайды. Енді сабақтың құндылығын қай жерден шығарамыз? Сабақтың құндылығын ортақ бөліммен байланысты болса сәтті болады. Мысалы мен мына жерде ортақ тақырып тағам мен сусын деп тұр ғой. Демек, бұл сабақтың құндылығы тағамның және сусынның қадірін, оны құрметтеу, аяқ асты етпеу деген сияқты құндылық беріледі. Жалпы барлық есептері, тақырыптары осы тағам мен сусынға бағытталған. Енді спиралды немен оқытылады ғой, спиралдық бағытта. Келесі, менің қымызым көрініп тұр ғой, мына жерде енді жұптық жұмыс. Сосын айтып өтейін, біздің
қолданыстағы қымызымызда ойлау дағдыларының деңгейлері деген Блум таксономиясы бойынша деңгейлер бар еді. Соны енді тапсырмаға салатын болып өзгертіліп жатыр дейді. Себебі мысалы мен мына мақсатты білу түсіну қолдану деңгейінде де тапсырма құру арқылы аша аламын, немесе жоғары деңгейдегі тапсырма құрып та аша аламын екен. Себебі саралануға байланысты ғой бұның барлығы, саралауға бағытталған. Енді егер мұғалімде еббқ болмаса, онда ол еббқ-ны қмж-сына көрсетпейді, жазбайды екен. Егер еббқ оқушысы болатын болса, онда ол қмж-сында оны көрсетеді және оның әрекетін бөлек жазады, дискрипторын бөлек жазады. Бірақ мақсатын жазбайды, себебі ол да басқа сыныптағы балалармен бірдей сол мақсатқа жұмыс жасайды. Енді мына жерде жұптық жұмысқа назар аударайық. Міне, түсінікті болу үшін сабақтың мақсаты көрсетілді, ойлау дағдысының деңгейі көрсетілді және тапсырма көрсетілді. Кейбір қымызларды қарасаң, ішінде кітаптың бетін көшіріп қояды, көрнекіліктерді толтырып қояды. Бұндай артық жұмыстар жасап негізінде керек емес деп ойлаймын. Қымызы барынша түсінікті, шағын, артық элементсіз жасалғаны дұрыс. Сосын дұрыс емес болса да мұғалім өзінің нұсқасын жасау керек. Бірінші рет дұрыс болмайды, екінші рет дұрыс болмайды, ақыр нәтижеге жетеді, жасай берсе жаттығады. Бізде біреу келіп жасап береді деген ойдан арылған дұрыс негізінде. Сосын біреудің дайын қымызын алмаған дұрыс. Ол біреудің шығармашылығы, біреудің ойы екінші адаммен тең емес. Біреу әдіс алмасқан дұрыс, бірақ тұтастай оның қымызын алып сабақ өткенде одан сапа болады деп ойламаймын. Ізденіс, біздің жұмысымыз ізденіс, осы тынбай ізденуді тоқтатпау керек деп ойлаймын. Сосын көпшілігіміз бізде уақытпен жұмыс жасауды жақсы меңгергеніміз дұрыс. Мысалы, қымызы жазу 3 сағат уақыт алады, мен оған үлгермеймін, ондай уақытым жоқ деп айтады да. Бұл жерде уақытпен жұмыс жасаған дұрыс. Уақытпен жұмыс жасаған деген бұл екінші нұсқасында былай. Мысалы, мен қымызыны басында түсінбеген кезде 3 сағат отырып құрастырам, алгоритмін меңгергеннен кейін 2 сағат отырып құрастырам, әбден машыққаннан кейін мен 30 минутта құрастырып шығарам. Мен 30 минутта құрастырып шығару үшін мен оған қаншама тер төгуім керек, қаншама уақыт жіберуім керек, алғашқы қиындықтарға шыдауым керек. Егер алғашқы қиындықтарға шыдамай 3 сағатым кетті, 4 сағатым кетті деп жұмысты басынан бастап тастап кетсеңіз, онда ары қарай сіздің қымыз құрау дағдыңыз бірден тоқтайды. Сондықтан қандай да бір нәрсені игеру үшін адамда төзімділік, шыдамдылық болу керек. Сосын мына жас мамандардан естігенім, топтық жұмысты менің оқушыларым меңгере алмай отыр дейді. Топтық жұмысты меңгеру үшін оған да уақыт керек қой. Бірінші күні олар шулайды, екінші күн шулайды, 1 апта шулайды, 2 апта шулайды, сосын 3-ші аптада жайлап түсінеді. Жалпы мұғалімнің қызметі бағыттаушы, бағыттап тұру керек. Бізде сабақ мұғалім үшін деген түсінік бар. Жоқ, олай емес. Сабақ балаға бағытталу керек. Мұғалім тек балаға білім беруші, жетелеуші, бағыттаушы деген сөздерді шын мәнінде жүзеге асыру керек. Сосын мына интертақталары бар, мектептер бар ғой, жақсы интертақталары бар, неше түрлі интернетке қосылып тұр, заманауи платформаларды ашып тұр. Соларды баланың өзі орындаса, міне сол акті шеберлігі деген сол екен. Бізде көбіне балаға баланың қолын тигізбейді, тек жаздырады, бірақ платформаға кіріп орындауға көбіне баланы жұмсамаймыз ғой. Негізі сол жұмсай беру керек екен. Адам әр уақытта жаңа нәрсе үйренгенде бірінші міндетті түрде қателеседі, бүлдіреді, сосын өзінің қателігінен сабақ алады, жайлап жетіледі. Бізде бір шыдамсыздық, аяғына дейін шыдай алмау болатын болса, онда біз барлық жақсылықтан құр қаламыз деп ойлаймын. Сондықтан әріптестер, біздің жұмысымызда шыдамдылық керек. Мен де осы қымызы құруды осылайша құруға үйренуге 2 жылдан астам уақытым кетті. Әртүрлі қымызларды құрастырдым. Сосын мен тренерлермен байланысып тұрам, менің қымызымды қарап жіберіңізші, тапсырмамды қарап жіберіңізші деп. Енді бізде Ақтау қаласы бойынша тренерлер бар, білесіздер ғой. Дәметкен Жеңгалиевна бар, Сәңгүл Қойшиевна бар, Марал Әлгіреевна бар, Қайрат Қыпшақбайұлы бар. Бұлар енді қай уақытта сұрақ қойсаңыз да WhatsApp-қа қалдырасыздар, әр уақытта жауап береді.
Біздің тренерлеріміз мықты, ерінбейді, үйретеді, жақсы. Зерделеуге барған кезде мұғалімдер мынандай ұсыныс айтып жатты: осы қымыжыны бізге үйрететін курс, семинар ұйымдастырыңызшы деп. Біздер енді ондайдан қашпаймыз, бірақ уақыт керек. Мүмкін болса тамыздарда деп жоспарлап отырмыз. Енді мына қымыжыға оралайық. Сосын қымыжыда оқулық деп жаза салған да кейбір мұғалімдер. Негізі оқулықтың бетін көрсету керек екен. Егер тапсырмаңыз оқулықтан алынатын болса, оқулықтың 105-ші беті, міне теңгелер, тауарлардың суреті, слайд деп түгел теріп жазамыз екен. Сосын енді мына жердегі тапсырмада мұғалім үш әмиянның суретін береді екен да. Сосын ішінде ақша болады екен. Бала сол әр әмияндағы ақшаны есептеп, қай тауарға жетеді, қай тауарды алған кезде қанша теңге артық қалғанын есептейді екен. Бұл енді білу, түсіну, қолдану деңгейіндегі тапсырма. Енді бұл үш әмиян болғаннан кейін оның дескрипторы ұзақтау болады. Міне бірінші әмияндағы ақшаның құнын есептейді, екінші әмияндағы ақшаның құнын есептейді, үшінші әмияндағы ақшаның құнын есептейді. Өйстіп жайлап жайлап қадамдарын жазамыз. Сосын менің бір қымызлардан көрдім, екі үш етістікті қатар жазып қойған. Жоқ, олай болмайды. Бір дескрипторде бір етістік қана болады, бір қадам болады, бір қимыл болады да. Сосын тағы мұғалімдердің сұрап жатқаны, мына дескриптордың жанына балын жазам ба жазбайын ба деп. Енді дескриптордың онсыз да бір балдан берілетіні белгілі ғой. Сондықтан жазбасаңыздар да болады. Бұл жерде дескрипторге балды жаз дегенде нұсқаулық жоқ, жазба дегенде нұсқаулық жоқ. Ең бастысы өзіңізге түсінікті болса болды. Тағы да осы жерде мектептегі әдістемелік бірлестіктің күшін пайдалану керек. Осының барлығын ерінбей жазып, қымызыдағы дескриптордың жанына балды қоймаймыз, немесе қоямыз, көрсетеміз, көрсетпейміз деп бекітіп алсаңыздар, мұғалімнің жаңағы картасы болады. Міне біз осылай келістік, міне мен осы бойынша жүріп жатырмын деп келген уақытта тексерушіге көрсетеді. Ұжым болып, бірігі болып, командада жұмыс жасап үйрену керек та. Одан кейін енді жалпы құнын есептейді, тауардың бағасын анықтайды, сатып алатын санын анықтайды, қаншасы түсетінін. Одан кейін төлем жасайды, артық ақшасын есептейді. Енді мынау бірінші сынып болғаннан кейін бұл жерде бал көрсетілмейді. Жалпы бұл жерде менде 10 минут уақытым қалды деп тұр. Мүмкін кіре аламыз ба тағы да осы сілтемемен, қалай болады? Сағат қанша болды, әріптестер? 20 минут өтті. Апай, кіре аламыз, кіре аламыз. Кіре алғанда мынау запланированный деп тұр, енді мен жылдам айтуға тырысайын. Енді ЕБК-ға да дескриптор жазамыз, міне көріп тұрсыздар. Функционалдық сауаттылық, ақшаны орнымен қолдану. Келесі, енді дәл осы мақсат бойынша жоғары деңгейдегі тапсырма құрастырғанда қалай болады? Міне үш түрлі тағы да әмиян берілген. Бұл жерде 6 монета орналасатындай орын қалдырады және сол монеталардың құнын көрсетеді. Міне мына қызыл әмиянға бала өзі қолымен жапсырып сол монеталардың құнын шығару керек. Бұл бір жағынан зерттеу. Жалпы жоғары деңгейдегі тапсырма дегеніміз, тапсырманы бала өзі құрастыру керек екен, өзі жинақтау керек, өзі іздену керек. Оған кішкене уақыт кетеді дегенмен де. Одан кейін міне енді тауарларды өзі қалай сатып алады, төлем жасайды. Енді уақыт аз қалғаннан кейін бұған қатты тоқталмай ақ қояйын, түсінерсіздер. Мақсат біреу, бірақ көріп тұрсыңыздар, ойлау дағдыларының деңгейлері әртүрлі болғандықтан тапсырмалар әртүрлі болып ұсынылады. Манағы бірінші тапсырмада баланың ойлануына, сосын мына әрекет жасауына аз мән берілсе, мынада толықтай баланың өзіне, өз бетімен жұмысына жағдай жасалған. Келесі, енді мына математикада бағалау 10 балдан асып кетіп тұр, не істеймін деген сұраққа жауап беремін. Жақсы, мына тек шай деген жақсы сайт бар. Осы жерде электронды балды жазып есептеуге болады. Міне, көріп тұрсыздар ғой. Бұл енді интернет болған жағдайда, мысалы сіз қазір математикада 30 балл жинау керек болсаңыз, айта кететін жағдай, үйден шығаратын есебіңізді, оның балын жазып келуіңіз керек. Мысалы, бүгін мен математика сабағында бұл оқушыларыма 25 балл жинатам. 25-тің, мысалы 20-сын жинаған бала 4 алады, 15-ін жинаған бала 3 алады деп, өзіңіз разбаловка дейді ғой, мына кестесін жасап келгеніңіз дұрыс. Ол кестесін жасау үшін қазір барлығы онлайн дайын тұр, міне. Осы сайтқа кіріп, жазып, көшіріп алсаңыз болады.
Бұл жерде енді БЖБ ТЖБ-ны есептеп деп тұр, бірақ сонда да қолдана береміз. Сосын мына сайттың жақсысы, мына сайтта тест құруға болады, міне таксономия бойынша сұрақтар құрастыруға болады. Оны кіріп артынан зерттеп аларсыздар. Мен өз сабақтарымда солай істеймін, сосын жаңағы нені жазып қоямын тақтаға да. Мысалы, бірінші тапсырма 6 балл береді, екінші тапсырма 4 балл береді, үшінші тапсырма 7 балл береді деп сөйтіп жазамда. Бүгінгі сабақта 28 балл жинауымыз керек екен, сосын 5 алу үшін мынандай, мына балл мен мына балдың арасы деп өзім бұрынғы сыныптарымда сөйтіп жазатын едім. Енді балмен жұмысты, бағалауды мен екінші сыныптың екінші жартыжылдығынан бастап үйреттім да. Үшінші төртінші сыныпта бала тапсырманы көрген бойдан оның балын, дискрипторын өзі бірден айтып бірден шығаратын болды. Сосын үшінші сыныптан бастап өзіндік жұмыстар құрастыратын болды. Бұл да баланы жетелеу. Осылай. Енді бірінші сыныпта балмен жұмыс жасамағаннан кейін, оған әзір бағалау болмағаннан кейін жұмыстарым жатқан жоқпын, шынымды айтсам. Бұйырса енді екінші сыныпта бастаймын деп ойлап отырмын. Жалпы мына бағалауды түсіндіре алдым ба? Сосын енді 30 балл, 30-ның 25-ін балаңыз алды ғой. Содан кейін сіз енді оны 10 балдық жүйеге айналдыра аласыз. Да? 10 балдық жүйеге айналдырасыз. Мысалы, 70% деп тұр ма, 7 қойсаңыз болады. 80% деп тұр ма, мысалы, 8 балл қойсаңыз болады. Сосын жалпы бағалау деген баланы кемсіту емес, ол жетелеуге арналу керек. Мысалы, бала 7 балл алып тұр да, сіз оны 8-ге жетелей аласыз. Мына сұраққа жауап берші, 8 балл қояйын деп. Солай жетелегенде ғана сапа болады. Сосын мына сіздің аузыңыздан шыққан жарайсың деген сөздің өзі де бағалау ғой. Бағалаудың енді бұл ауызша түрі ғой. Сосын енді сізде мысалы интернет жоқ болып жатса, мынандай өзіңізге кесте шығарып аласыз. Мына жерде міне қанша пайыз, қанша балл барлығы көрсетілген. Мұны тәжірибелі мұғалімдер жақсы біледі. Енді уақыт болып қалғасын, мен жылдамдатып сөйлеп жатырмын. Мынау 5 минуттық қымызы құрау деген сызба. Бұның интернетте басқа бір нұсқалары жүр. Мен өзім қазіргі қымызға өзгерістерге, толықтыруларға сай өңдедім да кішкене. Мынаны енді қарағанда түсінікті шығар деп ойлаймын. Бұны енді түсіндірейін ба, жоқ қажет емес пе? Қалай ойлайсыздар? Қараған адам. түсіндірген болады. Иә. Мына жерге енді оқу мақсатын жазады, мына жерге сабақ мақсатын, мына жерге тақырыпты жазады, одан кейін мына жерге тапсырмаларды жазады. Мен жалпы өзім тәжірибемде бірінші жұптық жұмыстан бастаймын. Тақырыпты түсіндіремін де жұпқа берем, сосын ол жұптан олар топтасады да, топта талқылайды, содан кейін жеке-жекеге кетеді. Кейбір ұстаздар тақырыпты түсіндіреді де бірден топқа салып жібереді, топтан жұпқа шығады, жұптан жекеге шығады. Қалай болғанда да жекені кейінге қалдырады да. Ол енді әркімнің шеберлігіне байланысты. Солай ала бересіздер. Мына жерде енді реті көрсетілген ғой. Одан кейін мына жерде әр сабақта топтық жұмыс міндетті түрде болу керек дейді. Акты құзыреттілігі де ұмыт қалмау керек. Сіз енді 5 күн бойына акты қолданбауыңыз мүмкін. 5 күннің бір 2 күні, 3 күні қолдансаңыз да балаларыңыз жақсы жаттығып қалады да. Күнде жасауға мүмкіндік болса кәнекей, бірақ енді қарайсыздар. Енді менің сіздерге айтатыным қысқаша осы. Маған сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер? Сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым бар еді сізге. КМЖ-да бар ғой, 10 балл болу керек па математика сабағында, әлде 10 баллдан асуға болмайды ғой да? Жоқ, болады асуға. Осыны Бола ма? жап-жаңа түсіндіріп айтып едім, міне мына Енді слайд жаңа бойынша. пайызбен есептеу туралы айттыңыз ғой, бірақ ол интернет болмай қалған жағдайда біз есептемей алмай қалсақ Есептей деп аласыз, едім ғой. міне, оны да қарастырдық. Жалпы кез келген мәселенің өзінің шешілу жолы болады, тек адам соны іздеп білу керек та. Біреу әкеліп береді, біреу ұсынады деген жаңағы әдеттен арылған дұрыс негізінде. Адам талпыну керек та. Міне интернет жоқ болса мынандай, міне интернетіңіз болса міне мынандай онлайн түрде есептейсіз. 10 балдан математикада да қазақ тілде де асып кетеді ол. Сіз соны, иә, БЖБ сияқты ыңғайлап аласыз да, сосын 10 балдыққа не қыла қоясыз, айналдыра қоясыз. Оны дым қиын. 10 балдыққа асып кетеді ол. Сұрағым бар еді, Тұрсынгүл Төлепқызы. Менің сұрағымда авторлық бағдарламамен келесі жылға дайындауым керек та, дайындап үстіндемін. Енді соған осы КМЖ-ны түгел, толық, подробно жазу қажет па? Қалай? Әрине жазасыңыз ғой, енді ол сосын авторлық бағдарламаға бағалауда көрсетілсін, дескриптор салынсын деп жатыр биыл.
Сосын баға Биыл ма? деп жатыр. Иә, биыл факультативте, келесі қыркүйектен бастап факультативке де баға қойылады. Еңбек, бейнелеу, музыка барлығына баға қойылады. Бағаланбайтын пән болмайды деп жатыр. Себебі баға Сонда қойылса пән мәнін жоғалтып тұр да. сонда мен мына авторлық бағдарлама, биылғы авторлық бағдарламамды ертең мына майда ұсынған кезде қымыжыма түгел барлық кәдімгі толық қымыз жазуым керекпін Әрине, ба бүкіл 34 сабаққа? қымыз жазасыңыз ғой, иә. Иә, соның бәріне бағалауын бәрін жазуым керекпін ба? Қалай ол мысалы менікі көркем мәтінді мысалы жаңа оқу сауаттылығы бойынша ғой, көркем мәтінді меңгеру, оған қалай бағалау жазамын? Тек жарайсың, тамашамен жазамын ба? Әлде Жоқ, бал олай қоямын? емес. Мысалы, тапсырма бересіз ғой балаларға жұптық, топтық деп. Сол кезде ол тапсырмалар дескриптор құрылмай ма? Бағалау деген дескрипторден шығады ғой енді. Әр дескриптор бір балдан бермей ма? Скриптор? Солайша, иә. Дескриптор Әдебиетті оқуда қалай бағалайсыз? Дәл солай ғой апай? Иә. Әдебиет, онда Мгм. соны бәрі түгел түсінікті қылып жазу міндетті да? Міндетті деп жатыр Бағалау, биылдан ресурс. бастап. Басқа Иә, сұрақтар әріптес. Жаңа сұрап отырған әріптеске айтып жіберсем бола ма, Тұрсынгүл апай? болады ғой. Кешірім өтінемін. Мгм. Жаңағы мен де авторлық бағдарлама жаздым да, сол кезде бізден ауданның айтқаны бағалау да болады. Сіз айтып отырсыз ғой апай. Иә. Бағалау міндетті түрде барлығы егжей тегжейлі ішінде болу керек деп айтып жатыр. Түгел барлығы болу керек. Иә. 1 минуттан Сол кейін кетеді екен. конференция аяқталады деп көрсетіп тұр. Тағы сұрақтарыңыз болса, чатқа қоя білсеңіз де болады, чатта да боламыз ғой. Енді Апай, осыны чатқа жібере саласыз ғой. жіберем, енді манағы видеосы біраз ғой, енді ол кете ма, кетпей ма, қалай болады, бұл жағын білмеймін. Слайдты жібере беріңіз. Мына сіздің әрбір сабағыңыз несін әрбіреуін бір күнге арнау керек екен, негізгі тым қысқа болды кішкене. Әрбір бөліміне, әр бөлімде. Иә, әрбір бөліміне 1 сағат арнау керек екен да, 1 күн. Солай ма? Иә, сөйту керек. Сонда сияқты. 5 минуттық қымызына ертең түсіндірермін. Сол, Қымыз 5 минутқа бөлек. Сол 5 минуттық қымызы дегенді Бөлек түсінбедім. түсіндірген жақсы. Иә, мен жаңа иә. сөйтейін онда. Астыңғы түсіндірді ме? Иә. Номер